Ассалаумағалейкум барша көрермендерге. Бүгін біз мергендер мекенін көретін боламыз. Ал мені кім десеңдер, сол проектке қатысқан жылы болмай қалған жігіт. Неге мен бұл бейнені түсіріп отыр десеңдер, кадрдағы тыс дейін бе, әлде оған дейінгі дайындық дейін бе? Былай айтқан кезде бейнелердің санын көбейту үшін ғой. Әйтпесе мен не үшін түсіремін ғой? Оның әр видеоларым 10 минуттан кем емес деп ақша үшін. Ешқандай ақша таппасам да. Мен бұны бір рет теледидардан көрген болатынмын, Қазақстан ұлттық арнасынан. Өмірімде алғаш рет сидр ішейін деп жатырмын, қазақи деп. Келіп жеткен наурыз мейрамдарымен құттықтаймын және. Армардақ ағайын. Амансыз ба қымбатты көрермен? Біз Жезқазған қаласындамыз, бірақ іріктеу кезеңі Сәтпаев қаласында өтеді. Қазақтан шыққан тұңғыш академиктің есімі берілген шаһар бүгін ұлттық өнерді дәріптеушілердің эпицентріне айналады. Дәл солай. Мергендер мекені мега жобасы металлургтер қаласында өз жалғасын таппақ. Ал нақтырақ айтар болсақ, жаңа құрылған Ұлытау және Абай облыстарымен бірге. Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жетісу өңірінен келген үміткерлер бүгін өздерінің бақтарын сынайды. Ендеше алдымен Назерке олардың дайындықтары қалай жүріп жатыр? Көріп қайтайық. Жүр көрейік. Ал біздің дайындық қалай болды? Мен бір күн бұрын Instagram парақшадан байқап қалам кастинг болып отқанын ше. Сосын ғасырға ждам. Давай қатысып көрейік по приколу десе, квартира тігіп жатыр екен. Былай айтқан кезде садақ атқан оңай болып көрінеді. Ал барған кезде ол жақта вообще басқа ощущение. Тем более мен садақта былай атқанды ұнатамын да, ал ол жерде осылай екен. И тем более мен күшім жоқ көріп тұрғандарындай. Маған қиынға соқты. Сразу спойлер айтып алайын. Ал ғасыр білмейді даже квартира тігілгенін. Сосын қазір көрген алдында көресіңдер. Бәрі алғысы келеді ғой, естігеннен кейін пәтерді кім алғысы келмейді? Мен егерде өзім алатын болсам, мысалы, пәтерді көп балаларға бере салар едім. Айтшы маған, егер пәтер сенікі болып жатса, не істейсің? Көшесің ба? Сәтпаевты тастап, Павлодарды тастап? Әрине көшем. Кім көшпейтін еді, еп қалады. Есіме түсе алды кәмек. Қомалшы қалдым ғой. Сән жүре қалай жібереді? Мынаны неге алдыңдар десеңдер, тек қана үздік үміткерлер іріктеу үрдісі жаңа есімдерді анықтайды. Өз ісінің шеберлерін халыққа таныстырады. Жоба ұжымының бүгінгі жоспары Талдықорған, Семей, Өскемен, Павлодар, Қарағанды және Ұлытау облысының садақшыларын саралау. Сонымен бүгін қай қатысушы жобаның келесі айналымына өтеді. Ал кім үйлеріне кері қайтады? Біз кері қайттық, 50 теңгеге. Автобус 50 теңге ғой, Сәтпаев пен Жезқазған арасы. Так что қатты большого потери не было. Бля, орысшам авария отыр. Этот не только орысша да, па? Басқа қалалардан келгенде адамдар болды, мысалы, ше қатысушылар. Фу. Бля, какая же тебя дичь уже тебе алдым осыны. Қымбатты көрермен, біз қазір Сәтпаев қаласындамыз, Сәтпаев стадиондамыз. Міне үрмелі стадион, өздеріңіз байқап тұрғандай, менің жанымда осындай. Мен өмірімдегі алғашқы матчты осы стадионда көрген болатынмын. Жоқ, құртам. Алғашымда бірінші матч емес. Короче, бізде не бар ғой? Жезқазған еңбек футболдық клубы бар. Солардың әйтеуір бір матчын осы стадионда көрген.
Бірінші орын иегеріне BI Group компаниясы керемет елорда төрінен бір бөлмелі пәтерді ұсынып отыр. Қымбат көрермен, егер пәтер сенікі болып жатса не істейсің? Көшесің. Мен сол бір бөлмелі пәтерге ие болдым. 2 бөлмені ауыстырып, кешірім сұраймын. Ба? Сәтпаевты тастап, Павлодарды тастап. Әрине көшем. Көшесің ба? Көшем. Қызыл теңгеге келген ақшасы, так что, өзімді қинап ішемін, толсам. Керіміз Диастың 5-ші баласы дүниеге келді. Жаңа ғана соны барлығымыз барып бірге құттықтайық. Төрешілер, төрешілер. Әке? Құтты болсын. Бауы берік болсын. Күрделі әрі қызықты спорт түрін жанына серік еткен садақшылар ойын басталғанша өзара садақ тартысып, асық ойын. Мен жаңа асық туралы ұмытып кеттім ғой. Ол қалай болды? Короче, мен сұхбат беруден капец ұялдым екен. Мен ауыздағы тістерім жоқ қой. Бәрі маска тағуға рұқсат берген жоқ екен. Теле передача болғандықтан 4 баламыз. Енді біздің түріміз, короче, балаға келеді. На самом деле олар кәдімгі жастауылды іздеген. Сосын қысқасы асығатындар деді. Мен ғана жалғыз өзім төртеуінің арасынан тигіздім алыстан. Ал жақыннан ешкім тигіз алмадық. Мен почему-то что-то странным еще. Алыстан, короче, фу, тем, короче, шашылып кетеді. Жақыннан. Кітап оқымағаным белгісі. Сосын андай сидр ішіп жүрмін. Ішіп жүрмес, енді ғана бастадым. Алкоголь мүлдем ішпеңдер. Масты ойлап қалмаңдар, мен енді ғана бастадым ғой. 0,7%. Мен просто өзім сондаймын андай шамалы. Сөйлеген кезде сөздерім шашырап кетеді. Сосын оны короче бір жүйеге келтіру керек, өздерін келтіріп аласыңдар оны. Кәдімгі Доктор Стрэндж сияқты. Доктор Стрэндж қандай қатысы бар мысалы. Кешірім сұраймын. Екінші рет. О, боже! Садақпен айналысып келе жатқанына 15 жасымнан бастап бұйыртса өзімді финалдан көремін деп О, ойласын. Қымбатты көрермендер, біз Сәтпаев қаласындағы үрмелі. Мен де не оқып қойыңдаршы? Тиктокқа. Мен де тиктокқа оқып қойыңдаршы, сондай масонның қатарына кірді деп ше. Сондай отырмын аяқта. BCC журналистерінің көттері сондай. Слава КПСС-ның бейнесін көрсеңдер түсінесіңдер. Күмбезді футбол алаңындамыз. Дәл осы алаңда бүгін Жетісу өңірінен келген, сондай-ақ Павлодар облысы және Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы және де осы Ұлытау өңірінен келген біздің мергендеріміз іріктеу кезеңінде өздерінің бақтарын сынамақ. Тек мен сияқты емес, 18 метр қашықтықтан мергендер дәлдеп тигізу керек. Ендеше қатысушыларға сәттілік, бізбен бірге болыңыздар. Іріктеу кезеңінің шарты бойынша қатысушы 18 метр қашықтықта Олимп нысанасына 5 оқ атады. Ұпай саны нысанада белгіленген сандарға сәйкес есептеледі. Ұпай саны жоғары болған үміткер келесі кезеңге өтеді. Барлық қатысушы ережеге сай жеке тарту күші 28 либрлі садақпен өнер көрсетеді. Қыздың жолы жеңіске деп, ер адамдарымыз батырлығын танытып, қыздарды алға шығарып отыр. Дайынсыз ба? Бүгін көрейік енді. Жалпы біз білеміз, Ақтауда бізде қыздар ер адамдарды озды, ұпай санынан көрсеткіш бойынша. Ұлытаудың қыздарын көрейік. Бірінші оқ мүлт кетті. 0-0 бірінші ойыншымызда, ал енді 0-0 екінші ойыншымызды көрейік. Әттеген әзірше. Күтіңіз. Бұл оқтарды сынама атыс деп қабылдайық. Қазақша атыс. Аха. Бізде бағдарлама қазақшаға. Ереже солай. Анан айналдырып алып кірісті бүйтіп. Қатысушылар тіркеліп жатқан кезде арасында бір ерекше жанды көріп қалдым. Оған берген өміріндегі бір сынағы ғой енді адамға. Бірақ соған қарамастан сайысқа келді. Көбісі сау болып телевизордың алдында тек пультті ғана көтеріп жүрген адамдар бар. Бірақ оған қарамастан сондай азаматтарымыз, ерекше жанды азаматтар келіп қатысқаны мен өте қатты қуантты.
өзіме бір мақсат қойдым, алаңға шыққан кезде кішкене көмектесейін деп. Бір оға тиді, бірақ ұпайға емес. Соның өзінде жаңағы жігіттің көзіндегі қуанышы ешкім жеткізе алмайды. Жақын тұрып өте жақсы сезіндім. Бір оғым кетіп қалды енді бас айдалаға. Бұлай болады деп негізі күтпеймін. Енді әліптің артын бағып отырамыз қазір. Ерекше образымен келді, ұзын шашты болды, бойы да бар, бірақ негізі өте келбетті, өйткені бұл заман. Қосымша дәстүрді сыйлай білген, жастарымыз көп болса, ол садақ атудың бір жеңісі. Садағы мен бір анименің екеуін бір қосындысы әдемі көрініс болды. Өйткені біз білеміз, негізі Жапонияда садақ ату негізі бірінші орында тұрған спорттардың бірі. Мынау анимедегі қазір хит болып жүрген суреттер және инстаграмдағы бір маскасы бар дүниелер шыққан. Сол анимемен шыққан дүниелер және оның ішінде міндетті түрде садақ бар екен. Анимешіктер бір-бірін табады ғой бәрібір. Соңғы 5 жылда осылай киініп жүрмін, стилім осылай. Көзде линза. Басқа менде стильде басқа киім жоқ былай. Егер ала-қалап өтіп кетсем енді плащ бар, соны киіп келу керек. Шекелік, түзік, алқа және шашбау, иә. Қазіргі күні осындай қазақтың ұлттық киімдері дегендер көп насихаттанып жатыр және қолжетімді. Президентіміздің өзі тіпті айтты ғой, жастарға күнделікті тек наурызда, мерекелерде ғана емес, осылай күнделікті өмірде де ұлттық нақыштағы киімді, әшекейді қолданып жүріңдер деп. Мінекей біздің еліміздің саясатын ұстанатын спортта да, әдемілікте де, өмірде де оза шапқан арулар. Сәттілік тілеймін, қыздар. Қарағанды қаласының намысын қорғай келген мергендер арасында жастар саны жетерлік. Дәстүрлі садақ ату көркем спортын шебер меңгерген спортшылар сарапшыларды әбден таңғалдырды. Қарқаралыдан ат терлетіп жеткен кейбір көзмерген өзге өңірді Ана біз ғой. Анау мен другым ана тұр. жеткен кейбір көзмерген мен ғой. өзге өңірдің атынан бақ сынауға бекінді. Иккер екені көрініп тұр. Достар, келем сабақпен олай жетпесе, мен клубтарда, ресторан, лаунж-барларда алкогольдің көп түрлерін көрдім да, мынандай бір не сезінген жоқпын, шоттарды ішкен кезде ше, отвращение. Нахуй не болай, бля. Бүтілі отыр да табаққа кеткен сайын. Мен келдім и вспомнил, что менде салафон жоқ екен. Ну, короче, продукты алатын бар. Ну, бірақ дәу. Жанкештік деп айта алмаймын, но шамалы жиған тергеннен бала шағаға көрсетпей, еңгелерінен етпей, 200 мыңдайға оқ алдым, азырнасын алдым. Сонда біреулер аузында бір тісін жоқ, оған тіс салдырып алмайсың бұдан да дегендер де болды. Ол ақша келет, кетет. Мына негізі білгеніңнен не пайда, алашқа пайдаң тимесе деген сөз бар. Мен де түсінді, неге емдетпедім десіңдер. Қыдырды мен ол ақшаға. Емді мен жасадым, с доплатой кредиттерім жартысын жаптым. Содан кейін қалған ақшаларға Алматыға бардым, Астанаға бардым, Шымкентке бардым, Қарағандыға бардым, Өзбекстанға бардым, вроде как. Әлде оған дейін бе? Есімде емес. Короче, былай айтқан кезде мен имплант салдырған жоқпын. Осы не бар, сонымен жүрем. А вот просто видите, мне тістерімді істеймін. Мен и так денсаулығым жаман, нашар. Ал жылдар өтуде мен ешқандай қызық көрмесем. Мен одан да кәдімгідей жас кезімде қыдырып алайын, анау деген ниетпен ғой менікі. Ал тіс деген не ол? Ақшаға кеткен жерде істете саласың. Түнбі айтқан кезде мен мақсаттарымды бірінші баспалдаққа қойдым. Арнадан кет қалмаңдар, өйткені алдыда әлі влогтар шығу керек. Мен Алматыға барған, және Астанаға барған, Өзбекстанға барған. Және мен осы жылдың соңында тістерімді істетем деген жоспар бар. Сондықтан менімен бірге болыңдар. Сол амандық болса осы енді 12-сінде емдетіп атым түсінді. Мен атаға айтқан жоқ, мен өзіме айттым қумаш деп. Бля, реально мен өзіме айттым. Үшіне нан ұрсын. Нан жоқ екен, магазин көру керек. Қатысушылары, семей қатысушылары
атар алдында оқты кіріске дұрыс саламай немесе кірісте ұстап тұра алмай оқтар біраз жерге құлап уақыт алған кездер болды. Менің қарсыласым, кстати. Мен жеңіліп қалдым оңбай. Оны енді мен не себепті деп ойласам, бір жағынан қобалжу бар деп ойлаймын. Мен ғанау. Бір жағынан... Мен ғанау, мен. Монтаж емес ешқандай. Оқтың кезі, кіріске салынатын жері кішкене кеңдеу. Жігіттер, тағы бір солақай. Нөмірі 037 Айымхан статистикасы. Нөмірлі қатысушымыз. Бұл біздің төртінші солақай қатысушымыз және біздің ғалымжан ағамыздың шәкірті екен. Енді ғана бірінші нөмірінде садаға ойнай отыр. Стойканы айтсаңдаршы, блядь, что за стойка? Тісім көрім қалды менің. Тісім көрім қалды. Қалай өнер көрсетеді екен. Операторға байланыс. Бұл жігіт енді садақты бүгін ғана қолына алғаны көрініп тұр. Және де мынау атқан оқтары тіпті нысанамызға жетпей жатыр. Садақты дұрыстап тарта алмай жатқанының көрінісі. Деген неге асығасын? Қатысушының түріне қарап отырмын. Бірден біліп тұрмын бірінші рет келгенін. Оны бірінші рет келгеннен бетін қайтаратын болсақ, онда кішкене біз жақтан дұрыс болмады деп ойлаймын. Болмайды деп ойлаймын. Сондықтан кішкене болса да уақыт бердім. Өзім де көмектесіп тұрдым. Қалай дұрыс ұстау керек, қалай ұстаса оқ құламайтынын бәрін айтып отырдым. Менің ысқырығымды күтпей, ерте тартып қойып атып жібереді. Бар жоғы берілетін 5-ақ мүмкіндік. Жаңағыдай бір мүмкіндік 5 оқ беріледі. Кей жерлерде сезем, қайсысына көмектесу керек екендігін. Менде дайындық болған жоқ. Шын дайындықсам одан көп жинайтын. IT саласын істейсіз бе? Бля, легенда, бля, осы мужикқа бля, респект вообще, бля. Вообще охуенно. Дәл таптым. Міне, біз негізі байқадық я, бұл реально кәдімгідей атқадан кейін жетіп келді ғой. Мен айтишникқа ұқсайтынымды дәл тапта. Сіздің IT саласына істейтінін енді сізге айтқым келеді да, сондай бұл садақ ату өнерін алсаңыз, бұл қатты бір физикалық дайындық қажет етпейді, бірақ уақытыңыздың бір жарты сағат күніне, аптасына бір 2-3 сағатыңыз осыған бөлсеңіз, ойыңыздың бөлінуіне, қан айналымының жақсаруына өте керемет нәтиже болады сізде. Сондықтан соны айнай айтып кету үшін сізді келтіру жерге дейін ба. Сол, бірақ IT саласында істейтініңізді. Мен бәрі капец қобалжыдым, ұялдым мен кәдімгіше. Мен просто мен өтірік деп отырмын, өйткені мен сөйлей алатын едім егер жатсым болса. Тем более... Ладно. Осы мен бітіреміз деп па, енді ешқандай қызық жоқ деп па. Айтпақшы, қызық болу керек әлі. Енді ұпайларды есептейміз. Жалпы, Қасымхан, пікірің қандай? Мен даже спискта жоқпын. Сен болдың ғой бұл? Бұл басқа өңірге қарағанда жалпы Сабырлы өңір екен деген. Жоқ, сабырлы, я, бір жағынан. Терпила десе, там. Мен негізі көбісі терпила деген мағынаны көп дұрыстап түсінбейді екен. Ойлайды олар, что заявщиктер жазғандар анау деп. Терпила сөзін атайтып тұр ғой, шыдау деп. Енді өздерінің түсінулерін керек. Мен ешкімді терпила деп айтқан жоқпын. Бұл әзіл контент. Мен ешкімді ренжіту ойымда емес. Бір жағынан өте қатты сабырлы сияқты. Көздеріне от жоқ па? Бір ләм-мим демейді ғой. Мен тамызсыз ғана шыққалдым уже. Естейді жаңа. Оқты салат тартады. Оқты салат тартады. Одан да флеш бабылға мүке болу керек. Адамдар сұраса да болады ғой, мына жаққа салса бола ма, мына жерге бола ма, мынаны қай жеріне салады деген сияқты. Енді бұл жерде байқап тұрсақ, көбінесе енді садақты қолдан алған қатысушылар көп екен. Бір рекорд жаңармады ма? 34 ұпай, жоқ, рекорд жаңармады. Алматылық рекорд қайталанды, бірақ ақтаулық рекорд жаңармады. Иә. Ал онда кеттік жігіттер. Сіздер үшін және біздер үшін бұл іріктеу оңай болмады десек те, біреу оза шабады. Келесі кезеңге өткен қатысушыларымызды жариялауға рұқсат етіңіздер. Мен аяқта тұрмын ғой. Дәстүрлі садақ спорты құнды қазына, бекзада өнер. Қолына садақ ұстағанның бәрі садақшы емес. Діттегенін көздеп ату тек көз мергеннің қолынан келетін дүние.
Реалити шоудың мақсаты лайықты садақ иесін анықтау, көбек зар жебені паш ету. Айта кетейік, бүгін бағжанған 40-қа жуық мергенді алда бұдан да күрделі сынақ күтіп тұр. Әзірге жеңістеріңіз құтты болсын дейміз. Келесі кезеңде сіздерге сәттілік тілейміз. Да. Қазір тағы да менің жұлдызды сәтім болады. Еске салайық, мергендер мекені реалити шоуының бас демеушісі BI Group инвестициялық құрылыс компаниясы. Жобадан озып шыққан үздік сұр мерген Елорда төрінен бір бөлмелі пәтерге ие болады. Еліміздің ең мықты садақшысын бірге анықтайық. Нағыз мергенді анықтайтын сәттің ауыл алыс емес, аз қалды ағайын. Әзірге келесі аптада кездескенше. Аман сау болыңыздар. Айтайын ба? Не нәрсе кірмей қалды бұл жерге. Менің садақ атқаннан кейінгі ақталу сұхбатым. Ол қалай болды? Қазір уже садақ болғандар уже істей беруге ше, кәдімгі разминка ретінде по приколу кезек-кезектен атып. Біз сол жерде тұрамыз. Сосын ғасыр екеуміз үйге кетіп бара жатқан кезде, ну то есть давай короче үйге барамыз. Не айтамын. Тасын айтқан кезде интервьюерша келеді. Бізден сұрап, почему сендер оқысыңдар деп па. Мен айтамын, короче, ну енді былай айтқан кезде енді түсініп тұрмын ғой, что сіздерді былай алмастырған неге не сетен атылып қалдыңыздар анау деп ше. Сол кезде мен жауап бергем, сколиозымның қисық болғаннан деп. Түсінген осыңдар ма? Мен омыртқам қисық қой. Сосын мен қисық болғандықтан мен қисық атамын. Соны айтқан кезде ешкім күлген жоқ қой, ешкім күлген жоқ. Такой кринж болды ғой, ё-моё, жастардың тілімен айтқан кезде қыз тұр, әдемі қыз, қасында оператор, мына жерде ғасыр, сосын мына жақта жан-жақта адамдар, сосын мен сұрақ қояды. Сіздің ұтылуыңыздың себебі неде? Ал мен шын түрмен мен ұтылуым себебі сколиозым. Сол кезде тіпті ғасырында күлген жоқ қой, ебаный подстава жасап жүрді ғой, хотя бы күле салса, бля, өзіңді нормально сезінетін, хотя мен өзімді етек нормально сезіндім, бля, ішіме ойлатым, такой криш, я выйду, пиздец, деп, ана қыздың түрін айтсандар, бля, что за хуйню он несет деді ғой, бля. Вот, как будто вот қазір сөйлеп жатқандай просмотрлар, жаңағы сендер нихуя түсінбейсіңдер, ал мен түсініп отырмын, типа, я сам это понимаю, это, бля, выкупаю свою руху, бля, охуенно. Да, мен айтайын, шығармауын себебі неде? Өйткені Қазақстан ұлттық телеарнасын көбінесе жастар емес, үлкен қауым көреді, үлкен жастағылар. Сосын эфирге шықса жаңа мен кринж нәрсе. Сын айтушы еді. Қазіргі жастар не болып барады деп ше. Просто андай, или олар ойлаған шығар, что мен ұяламын деп ше, андай, менің репутацияма кері әсерін тигізеді деп. Возможно, ол да мүмкін, бірақ мен ешқандай ұялмайтын едім, наоборот, сол кринжді шығару керек еді, ё-май, мен өзім кәдімгідей күттім. Түсірілімдер майда болды, мамыр айында. Ол шықты жарыққа, қыркүйектен кейін шықты. Күзде, или даже күздің аяғында шықты ма? Есімде емес. Кәдімгідей, еще тем более Ұлытау облысы соңынан шықты. Ең бірінші неше? 4 облыс болды ма?
олар да кәдімгі шығып жатыр, мен апта сайын күтеді тұғым, біз шыға ма деп. Сосын тағы да бір мереке ма или бір азат тұту күні ма бір нәрсе болды әйтеуір. Содан кейін Ұлытау облысы сол қалып тұрған соны тағы да перенос жасайды ғой. Сол кезде ё-майо деймін. Соны күттім, көраттым еще теледидардан. Ал жаңағы менің криж нәрсем болған жоқ. Өкінішті. Жай сендермен бірге болған мен Тони ешқандай мен алкоголь алмайды, қайталап айтамын, просто ішкен кезде құсқым келеді деп пизды. Кстати, қысажды. Ай, бля. Көзі жаш кетті, көрдіңдер ме? Сіздер өрге болған мен Тони және анаға тіркелімдер лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Келесі видеоны күтіңдер. Мен жаны ше, өзім құлағыма автотюн сияқты естідім жаны дегенді. Скрывайся, позор опять. Да. Я, короче, солодко. Кино вот матч көріп. Кино. Хочет пострелять. Я хочу стрелять. Не хочет уйти. В дрон. Хочет подрочить. Я хочу вернуть утраченное. Тебе говорят сниматься. Але очередь, так что это будем ждать. Очередь ктен. Жди, а я пошел. Досками мам. Бля, чуть тебя обосрался, блядь, ёбаный. Чё за хуйня? Бастаймыз жігіттер. Жігіттер, біз бастаймыз. Не фартануло, да? Да. Сабағын көрмесек ғой, жақсына есілі балық, сабағын сабағын ішін ешсіз. Бана отыз тоғыз қырық мен қасыма келе қойыңыздар. 39-40 бар ма? Что там? Поделись с ощущениями. Қалай болды? Жаңа көрдім. Қалай екен бірінші атқан? Басқа траекториямен ашып отырған, нужно свыкнуться. Несеуге? Свыкнуться? Свыкнуться. И что это значит? Қазақша сөйлеш, біз қазақша телеарнадамыз. Сен қаншама миллиондарды сонда посылаешь? Нет, тебя именно. Ты тебя распределили по-моему. На что обосновано эти оскорбительные слова? Видеодан да қазақ телеарнада. Что им қалай екен? Нормально. Пойдёт. Чёк. Сколько раз попал? 2 раза. Очко? Там очко есть. Короче, қарасын тигізін и қызылына тигізін. Ладно. Что ты показал? А? Что ты показал? Фиксация бумага. А, ты любишь меня, да?
Золотом съемку делать, как будто наша телепередача. Тарам-там-там-там-там. Короче, что да, без позоролдык, он носит очки от позора. Я ношу маски. Интервьюден ойлап аткам, короче. Жоспарлап аткам бир нерсе, нежданчик бөлүп калган анда сурактар сурап жүрүп. Я потерялся. Бля, негизи я бы ответил охуенно.